Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Екібастұз көмір кен орнының игерілгеніне биыл 70 жыл толып отырғаны белгілі. Бұл сізбен біздің ғұбырнамамыз жобасы осы айтулы датаға арналып отыр. Ал оның кейіпкерлері 70-тің желкенін керген ардагерлеріміз. Соның бірі Мұрат Ахметов қыркүйектің 28-інде өзінің 70 жылдық мерейтойын атап өтті. Әке айтты, мен көзім тірі кезінде осы оқу білім ал тәжірибең бар деп мені оқуға Павлодарский индустрияльный институтқа документ тапсыртып, соған өтіп, индустрияльный институт бітіргем 81-ші жылы бітірдім. Энергетика саласымен электрический станция деген мамандық болды кезде индустрияльный институтта. Соны бітіріп, мына инженер электрик деген квалификация алып, Екібастұзға қайтадан келіп направлениемен ТЭЦ-те начальник смены болып 9 жыл істедім. Шығыс кеніші қолданысқа берілген кезде Мұрат Мұқышұлы соған жұмысқа ауысып, энергетикалық қызметте еңбек еткен. Ол уақытта бүкіл көмір кеніштері Екібастұз көмір бірлестігінің қол астында болғаны белгілі. Багатерға 1990 жылдары ауыстық. Шагай деген главный энергетик болатын ма? Екібастұз угілді, Екібастұз көмірді. Сол айтты, амана неге ПМС-қа барып, главный энергетик бол, ананы настроить, нені хозяйствосын жөнге келдірсең, содан кейін Багатерға барасың. Енді сосын барсам, нелері құбырлары, парапровод құбырлары түгел тозған, нелері электр тартатын сымдары, подстанциясы ескірген, соның түгел өзіміз қосып оңдап, жөндеп, мына капстроительствоға задание, заказ формировать едім, соның түгел оңдатқаныз, содан кейін мына ПМС-тің энергия обеспечениясы оңғасын, мына неге Багатерға начальник участка болып болды. Участок энергоснабжения номер 2 скрышного комплекса. Сонда, 3 жыл жұмыс істедім, содан кейін реорганизация бойынша 2004 жылына неге Багатерға бірінші участка механик болып бардым. Механик болып пенсияға шыққанша сол жерде жұмыс істедім. Ауыр жүкті таситын самосвалдар келді, БелАЗ, Камацу деген 130 тонна 3 вагон сиятын жүк тартатын самосвалдар келді. Оның түгелі біздің көзіміздің алдында. Оның түгелі разъездің структурасын өзгертетін. Біздің разъездің структурасы вагонмен тасуға проектировать етілген. Нелері уступтары узкий, сыймайды. Сондықтан уступтарды кеңейтіп, сосын даже электр сымдарды ұстайтын опорларды көтеретін болдық түгел. Сосын конвейерный линия салынды, добычной конвейер, подъемный конвейер, сосын пункт погрузки угля түгелі көзіміздің алдында біздің өзіміздің қолымызбен салынған нәрселер ғой. Это наша с тобой биография.